Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қадірменді студия қонақтары, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгін елімізде тұңғыш рет ұлттық кітап күні атап өтіліп жатыр. Осы шара барысында кітапсүйер қауымменен кездесу және түрлі ақын жазушыларменен басқа да ғалымдарымызбен, зиялы қауым өкілдерімен еліміздің түкпір-түкпірінде кездесулер ұйымдастырылып жатыр. Осындай іс-шаралар жан-жақты өтіп жатыр. Енді біз бүгін хабарымызға осы саланың белгілі мамандарын шақырып тұрмыз. Жалпы осы салада қандай мәселелер бар, қандай түйткілдер бар, қандай нәрселерге назар аударуымыз керек, осы және басқа да мәселелерді бүгінгі хабарымызда жан-жақты талқылап көрмекпіз. Қазір біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Мұхаммедқали Баймұханов, жазушы, Майя Базарбаева, Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасының қызметкері. Келесі қонағымыз Сара Ізмұхамметова, Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының директоры. Тағы бір қонағымыз Сұлушаш Хакимова, Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының директоры. Келесі қонағымыз Гүнібай Қуанышева, ақын, Қазақстан Республикасы жазушылар одағының мүшесі. Zoom арқылы бізге байланысқа шығатын спикеріміз бар. Арайлым Қадыр, Кітап-ашар жобасының авторы. Сонымен қазір талқылауымызды бастасақ, жалпы енді осы мерекеге байланысты ең алдымен өздеріңіздің пікірлеріңізді сұрайын деп тұрмын. Жалпы енді барлықтарыңызда кітапхана саласының мамандар екенсіздер, көбілеріңіз басшылық қызметтерде сол кітапханалардың директорлары екенсіздер. Енді сіздерге қоятын сұрағым, осы мереке қалай тойлануы керек, осы шара барысында қандай игі істерді атқаруымыз керек, жалпы бүгінгі кітапсүйер қауымның саны көбейіп жатыр ма? Қандай мәселелер бар? Барлықтарыңызға ортақ сұрақ, өздеріңіздің бір-бір пікірлеріңізді айтуларыңызға болады. Аға, өзіңізден бастайық. Рахмет. Жалпы кітап күні деп бір күнді бөліп атап тұру бір дәстүр сияқты ғой. Негізінен кітап күні бұл жыл бойы әр күн сайын кітап күні бола беру керек қой. Негізі бұл кітап дегеннің мәні өте үлкен нәрсе. Мысалы мен өткен үлкен ұрпақтың өкілімін деп өзімді айтатын болсам, біз осы кітаппен өмір сүрдік, кітаппен жетілдік, осыдан ақыл алдық, осымен өмірге деген көзқарасымыз қандай дәреже болсын өзгерді деп айтуға болады. Ал енді қарама-қарсы сөзді айтатын болсақ, енді кітабы оқымайтын қауым, әсіресе мынау қазір бәрі ғаламтордан біліп аламыз дейтінге біз сенімсіз қараймыз. Неге десеңіз, ол бәрібір кітапты айырбастай алмайды, оны біз көріп жүрміз. Сондықтан бұл кітаптың өзі тіпті қазіргі жағдайда айтуға болады, бұл кітаптың мәні төмендеді деп емес, интернетке байланысты. Қайта оған деген сұраныс өте жоғарылады деп айтуға болады. Егер сын көзбен қарайтын болсақ. Сондықтан да бұл енді кітап күні онда құтты болсын, мұны бір бөліп мереке ретінде атағанымызда дұрыс шығар, әрине, кішкене халықтың санасына кіру үшін. Бұл кітап болып қай ғасырда болсын, қай заманда болсын қала беру керек. Қала береді деп ойлаймыз. Сондықтан кітаптың мәні ешқашан ешқандай технология жоғарыласа да, мынау ғаламторға керемет жоғарылап жатса да, кітап өзінің мәнін жоғалтпайды деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет пікіріңізге. Сіздердің де пікірлеріңізді естісек. Өзіңіз бастасаңыз. Кітапсүйер оқырман, бүгін ерекше мереке, рухани байлықты бағалайтын кітапсүйер оқырман қауымның ұлттық мерекесі, ұлттық кітап күні барша оқырмандарға құтты болсын дейміз. Мен ұлттық академиялық кітапхананың балалар бөлімінде істеймін. Балалармен жұмыс істейміз. Осы кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, кітапты насихаттау мақсатында бірнеше жобаларымыз бар. Соның ішінде отбасымен оқимыз жобасы, әкемен бала жобасы, мына фантастикалық шығармаларды арнайы талқылайтын фэнтези клуб жұмыс істейді бізде. Сондай-ақ әжемнің ертегілері, арнайы әжелер академиясынан келіп ертегілер айтып, балаларды осылай кітапқа баулып, кітапқа тартамыз. Жалпы ұлттық кітап күнін мереке етіп жариялаған біз мемлекет басшысына рахмет айтамыз. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы бұл ең алдымен ұлттық құндылықтан басталады деп ойлаймын. Ұлттық құндылығымыз осы тәрбиенің тал бесігі, рухани, осы біздің кітаптан бастау алу керек. Сондықтан да баршаңызды кітап оқуға шақырамын. Рахмет. Сіздің де пікіріңізді естейік. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар.
Енді бүгінгі мереке, ұлттық кітап күні мерекесі құтты болсын. Ерекше мереке алғаш рет тойлағалы отыр. Оның басты мақсаты оқырмандарды жалпы болашақ ұрпақты кітап оқуға тарту. Осы мақсатта болып жатқан шарада кітапханашылар өз деңгейінде жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы кітапханашылардың басты мақсаты баспадан шыққан кітапты оқырмандарға насихаттап жеткізу болса, осы кітап мереке тұсында біздің баспаханалардан заманауи кітаптар көп шықсын, жазушыларды қолдап, сол жазушыларымыздың кітаптарын оқырмандарға ұсыналатындай дәрежеге жетсек деп ойлаймыз. Осындай бір ерекше күндерде айтқымыз келетіні. Сонымен қатар тек қана бір күнде ғана шектеліп қоймай, немесе сол кітап тек қана кітапханадан табылады демей, әрбір үйдің шаңырағынан кітап табылса, болашақ ұрпақты өзі ата-аналары бірге оқып, кітапқа баулса, онда біздің мемлекетіміз оқымысты ел болса, сонда ғана біз рухани дамимыз. Рухани дамыған ел әрқашанда өзінің ешқандай дәрежесін түсірмейді деп ойлаймыз. Экономика жағынан да, мәдениет жағынан да өте жоғары білімді болады деп ойлаймыз. Сондықтан да білімді ұрпақ болу үшін кітапты тартып, осындай жақсы әдемі шараларды өз деңгейінде өткізіп, және оқырмандарға ұсыналатындай кітаптарымыз көп болсын деп тілек айтамыз. Жақсы. Сіздердің кітапханаларыңызда қандай осы мерекеге орай шаралар ұйымдастырылып жатыр? Қайырлы күн. Бүгін әрине ерекше күн. Бүгін кітап құндылығын насихаттайтын, кітаптың маңыздылығын насихаттайтын күн деп білемін. Ақтөбе өңірінде, Ақтөбенің орталығы Ақтөбе қаласында, Абай даңғылында, Абай ескерткішінің жанынан таңертең басталды. Мереке біздің ғылым таппай, мақтанба деген өлең жолдарынан басталып, Астана саябағында өтті үлкен шара. Өңір басшыларының қатысуымен, зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар, жастар. Бүгін міне біздің Ақтөбеде ерекше күн болды. Жаңағыдай кітаптың құндылығын насихаттап, жазушылармен, ақын жазушылармен кездесу, әдеби кештер өтті. Жаңағы флешмоб, жастарымыз кішкентай бүлдіршіндер кітаппен билерін билеп, әдемі кештер ұйымдастырылды. Жаңағы кітап макетінде киген қуыршақтардың жүрісі, Алақай қуыршақ театрының актерлары қатысып, Тахауи Ақтанов атындағы театр актері Абай рөлін сомдап, ерекше бір көңіл күй сыйлады қала тұрғындарына. Әдемі мереке өтті. Жақсы. Енді келесі сұрағымды ақын ханым өзіңізге, жалпы енді бүгінгі ақын жазушылардың осы кітап сүйер қауымменен байланысы қалай болып жатыр? Сіздер қандай қарым-қатынастасыздар? Қазір бұрынғыдай енді бұрынғы кеңес заман тұсында әрине кітап сүйер қауым өте көп болды. Өлең оқитында, кітаптарды, прозалық шығармаларды оқитын оқырмандарымыз көп еді. Қазір осы саны азайып кеткен жоқ па? Енді қай уақытта да, қай салада да ұсыныс сұранысқа сай келетін болу керек. Бұл кітап саласында қаламгер мен оқырманның ортасындағы да байланыс дәл сондай бір үзіліссіз бір байланыста болу керек деп ойлаймын. Әрине. Жалпы енді бұрынғыдай 12 томдық, 20 томдық шығармаларды оқып жататын жақында бір подкасттан көргенім, сіздер біздерді аясаңыздар дейді қаламгерлер. Сіздердің 60 томдық, 40 томдық шығармаларыңызды оқып отыратын біздің өмірімізде уақытымыз жоқ қой деп. Шынымен де қазір ұшқыр заманның кезінде қаламгерлерге осындай талап туындайды. Біздің шығармамыз дәмді, татымды, бірақ берері мол, соңында көкірекке ой тастайтындай болып аяқталу керек. Өйтпесе болмайды. Оқылмай қаламыз, сатылымға шықпай қаламыз. Бүгін түске дейінгі уақытымызды біз көрмемен бірге өткіздік. Барлық баспалармен бірге болып, олардың қандай халыққа ұсынып жатқан өнімдері бар екен, бізге өзімізге қандай мүмкіндіктер әрі қарай пайдалануымызға болатын. Сол салада мен өзім жақында ғана осы сиясы кеппеген деп айтуға болады. Осы шамалы күндікте қолыма тиді. Осы көкек айында, сәуір айында мынау Ередіге деген ертегі кітап мен өзім жазып шыққам. Бұл ертегі кітапты балаларға өте жеңіл тілмен, бұл барлық ноғай, татар, башқұр, қазақ тілдеріндегі нұсқаларынан алып Ередіге батыр туралы, Алтын Орда кезіндегі билеуші дегендей. Сол нұсқадан балаларға ең ұтырлық көкейлеріне қонды деген нұсқадан алып ертегіні жаздық та, ең соңына оның мынандай сұрақтар қойдық, ойнайық та ойлайық. Яғни баланың бұл кітапты оқымауға шарасы қалмайды. Себебі кітапты оқып, балалар егер мынандай керемет сұрақтарға жауап берсе, келесі кітапты сыйға алады. Бұл кітаптың өзінің демеушісі бар. Біз Ақтөбе қаласынан бұл кітапты шығарып тұрмыз.
алтын сарайға кіре ғой балақан, барып қорықпай алтын сандықты аш, қобалжыма, мен сенімен біргемін деп жетелеп отырады. Автор содан балаға. Бірақ бала егер кітапты оқымаса, кітаптың ішіндегі қандай құстарды кездестірдің дегенде қате жауап беріп қою мүмкін. Бұл кітаптың таныстырылымы халықтың алдында өтпей тұрып, кітап қолына түскен балалар почтамызға жауаптарын жіберіп жатыр. Демек, кінә балада емес, кінә қаламгерлерде, кінә ата-анада, әке-шешеде қалып қояды. Баланың өзінің керек нәрсесіне қарай бейімделіп жазу керек дейсіз ғой. Біз өзіміз кітапханамен тығыз байланыстамыз ғой енді. Екінші үйіміз, кітапханаға жиі барамыз. Кітапханаға барғанда көретініміз кейбір аналар, әжелер, кішкентай немерелерін, балаларын кітапханаға жүректеп алып келіп жатады. Әрине. Театрға алып барып жатады. Ол да бір тәрбиенің түрі ғой. Себебі кішкентайында көзінің көргені, көкірегіндегі сәулесінің оянғаны сол әдемі жер. Жақсы. Аппақ қағаз балаларды солай тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын кітаппен. Дұрыс. Бәрекелді. Рахмет. Қазір онда біз Zoom арқылы бізге байланысқа шығып тұрған спикеріміз бар. Біздің Арайлым Қадыр ханым, кітап-ашар жобасының авторы. Жалпы енді сіздердің жобаларыңыз қандай? Бұл енді кітап оқуға баулу мақсатында құрылған жоба ма? Жобаңызды таныстыра кетсеңіз. Кітап-ашар деген біздегі Астана қаласындағы жалғыз серім кеңестік дүкен. Яғни біз ескі кітаптарды сатумен айналысамыз. Біз бүкіл кітаптарды Астана қаласынан жинадық. Біздің басты мақсатымыз ескі кітаптар сөрелерде шаң басып тұрмасын, немесе өртке қоқысқа кетпесін деген оймен сол ескі кітаптарға екінші үй беру үшін жасалған жоба. Енді сұраныс қалай болып жатыр? Адамдардың сіздерге осы сұраныс бойынша қандай өтініштері бар? Ескі кітаптары деген соң көбісі ойлайды, бір шамалы қарттар келу керек шығар деген сияқты. Бірақ мен айтар едім, біздегі келетін адамдардың көбісі негізінде жастар, және де сол ескі кітаптар болса да қызығушылықтың көбісі жастардан. Қазір меніңше кітаптарға қызығушылық қайта жаңарып жатыр, қайта сұраныс пайда болып жатыр. Біздегі жұрттар көбінесе армандайды осындай бізде жобалар көп болса, кітап дүкендері көп болса деген. Жақсы. Рахмет сіздің пікіріңізге және мәліметтеріңізге. Енді мен студия қонақтарына келесі сұрақтарымды қояйын. Біз енді бүгін кітап күні болғаннан кейін осы кітапқа қатысты, кітапханаларға қатысты мәселелерді талқыласақ деп тұрмын. Мысалға, енді қазір заманауи технологиялар дамып жатқан заман, сондықтан да енді кітапханаға барып оқитын да оқырмандар бар. Бірақ қазір жастар көбінесе мына смартфон арқылы оқығанды жақсы көреді. Міне сол уақытта біз қандай жаңа жетістіктерге қазір қол жеткізіп жатырмыз? Электронды кітап мәселесі қалай қалыптасып жатыр? Әсіресе мына өңірден келіп тұрған қонақтарымыз, сіздерде қалай электронды кітап қоры қандай қазір? Жаңартылып жатыр ма? Осы туралы ақпараттармен бөліссеңіздер. Атырау облысы Ғабдулсаланов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасына тоқталатын болсақ, бізде скан аппаратымен қазіргі таңда енді сол аппарат сканирование аппараттарымен электронды нұсқасын дайындаймыз ғой. Ол енді бізге қазіргі таңда тек қана жергілікті ақын жазушылардың кітаптарын электронды түрде аударып жатырмыз. Себебі басқа кітаптардың барлығы өзінің электронды нұсқасымен шығады. Сондықтан да өзіміз қазіргі таңда өзіміздің жергілікті газет журналдардың бетіндегі мақалаларды сол насихаттау барысында электронды нұсқасын шығарып жатырмыз. Сонымен қатар бізде сирек кітаптар қоры бар. Оның ішінде 1873-тен басталады. Ол өңірге байланысты сирек кітаптар қоры болғандықтан, оның да электронды нұсқасын дайындап, қазіргі таңда Казнеп арқылы оқырмандарға ұсынып отырмыз. Сондықтан да ол жұмыс өз деңгейінде қай облыс болса да жүріп жатыр. Бәрекелді. Сіздерде қалай жағдай? Кітапты цифрлық форматқа көшіру ең басты мәселе қазіргі таңда. Бізде де арнайы аппарат құрылғысы бар. Сол арқылы біріншіден сирек кездесетін кітаптарды өткіздік. Одан өңірлік ақын жазушылардың шығармаларын цифрлық форматқа өткізіп жатырмыз. Жақында ғана қуантатын бір жағдайымыз екінші аппаратты алу мүмкіндігі болды. Екінші аппарат алдық. Бұл дегеніміз жұмысты одан әрі жалғастыру, тездету мүмкіндігін. Себебі жастардың сұранысы бар, электрондық форматты оқығысы келеді. Және де біздің қорда Актюбинский вестник газеттерінің көне 1945-46 жылдардан бергі сандары сақталған. Солардың бәрін жергілікті газеттер ғой. Жергілікті газетті міндетті түрде тозып кетпес үшін, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін жаңа цифрлық форматқа жұмыс жүргізу форматтары жүргізуде, ауыстыру форматтары. Электрондық кітап қажет.
Оны қазіргі таңның сұранысы деп білеміз. Бұл жөнінде жұмыс жүріп жатыр. Аудандық, біздің облыста 233 кітапхана бар жалпы, ауылдық, аудандық. Сол жерде аудандық, ауылдық кітап тұрғындары арасында ақын жазушылар болады. Олардың қолында көне қолжазбалары болады. Соларды ауылдық, аудандық кітапханадан жинақтап алып, өз қорымызды толықтырып отырмыз. Қолжазбалар қорында жинақтау жұмысын бастадық қазіргі таңда. Жақсы. Өйткені шынымен де жаңа дұрыс атап өттіңіз, ауыл аудандарда да біздің жергілікті жерлердегі тарихи оқиғаларға байланысты, тарихи түрлі сәттерге байланысты ақын жазушыларымыздың жазған көптеген шығармалары бар ғой. Олардың барлығын жинастырып отырмасақ, әрине ол ұмытылып қалуы мүмкін. Сондықтан да сирек кездесетін қорларға осы кітаптарды жинастырып, оны электронды әсіресе вариантын жасау, бұл енді өте өзекті мәселе. Қазіргі тұста енді сіздердің жұмыстарыңыз бұл уақытта жүріп жатыр екен. Енді біздің Астанадағы академиялық кітапханамыздағы ахуал қандай? Әрине енді Астанадағы жастардың барлығы жаңа технологияны қолдануға бейім ғой. Сонда да сіздерде қандай жаңалықтар бар? Енді қазіргі заманда цифрландырылған заманауи болып кетті ғой енді барлығы. Осыған қарамастан, бірақ балалар кітаптан ешқашан алыстаған емес. Жастардың тілімен айтқанда қазір кітап трендте. Осы әріптестерім айтып жатқандай, Казнеп сайты біздің осы ұлттық академиялық кітапханадан бастау алған. Біздің әріптестеріміз арнайы сол Казнеп сайтына кітаптарын құйып жатыр. Оның ішінде шетел әдебиеті, әлем әдебиеті, қолжазбалар, сирек қорлар барлығы енген. Біз енді балалармен жұмыс істегеннен кейін әртүрлі кітап талқылаулар болады, жаңағы отбасымен оқимыз дегендей. Біз сілтеме арқылы WhatsApp желісімен жіберіп отырамыз, балалар электронды оқып келеді. Жалпы жақында ғана жақсы жаңалық болды. Бұл әуе көлігі Air Астанада осы Казнеппен бірге серіктестік құрып, тіпті әуеде біздің оқырмандарымыз Казнеп арқылы ән күй тыңдап, кітап оқып бара алады. Жақсы. Бұл жақсы жаңалық екен шынымен де. Енді аға, келесі сұрақ өзіңізге. Мына сирек біздің кездесетін кітаптарымыз бар ғой, қорда бар. Оларды цифрландыру барысы қалай жүзеге асып жатыр? Бұл 7 жыл болған ғой бөлініп шыққалы. Бұрын соңды біздің Қазақстан тарихында бұл болмаған нәрсе. Қазір бұл толық қалыптасу, толымдану үстінде деп айтуымызға болады. Әрине ол жұмыстарда жүріп жатыр, бірақ көбінесе біздің қолжазбалар сирек кітаптар ұлттық орталығы қазір анау бар деректерді, кітаптарды қолда бар, қайда бар, соны жинап алу. Осы ең бас күн тәртібі басты мәселе болып. Өйткені бүкіл шет елдердің бәрінен көп нәрселері әкелінді. Ол үлкен толым жұмыстар атқарылып жатыр. Енді ол цифрлық форматқа көшіру, оның бәрі қашпас, ол да басталып жатыр. Осындай үлкен жұмыстар атқарылып жатыр деп айтуға болады. Жақсы, онда келесі сұрақ. Жалпы жаңа айттыңыз ғой, жаңа қорлар әкелініп жатыр деп, жаңа тарихи кітаптар әкелініп. Осы соңғы жылдар әкелінген қандай жаңалық бар, кітаптар бар? Соларды атап өтіңізші. Айтатын болсақ, бұл жөнінде көбінесе біздің енді өзі арнайы орталық қой біздікі. Қолжазбалар сирек кітаптар ұлттық орталығы болғандықтан, көбінесе біз ескі қолжазбалар, яғни араб тіліндегі, парсы тіліндегі, Шағатай тіліндегі әсіресе қолжазбалар. Мұның мәні өте үлкен. Бұны халыққа насихаттап та жатырмыз. Мысалы, бірең-сарандар кітаптарды аударып та жатырмыз шамамыз дегенше. Мысалы, мен артық қылмас деп мынаны ала сағам, осы таяуда аударғанымыз. Соңғы кітабыңыз ба шығарған? Қадырғали Жалайырдың Шағатай тілінен мына Шыңғыс хан қауымының тарихын мен аудардым өзім. Мінекей осыны міне алып таяуда ғана шықты, бірақ аз тиражбен шығып отыр. Бұл қазіргі мынау біздің қазақ тарихының жауһарына қосылған бір үлкен нәрсе деп ойлаймыз. Өйткені Шыңғыс хан туралы көптеген таластар болып жатқан, осыған бір нүкте қоятын үлкен дәйек болатын нәрсе деп ойлаймыз. Сосын мынау жаңа кітапханашы қарындастарыма тағы бір пікір айта кетейін деймін қосымша. Енді мынау көбіне бұрын әлгі кітап оқушылар конференциясы деген форма болатын біздің кезімізде. Енді ол да бір жаңартуға болатын сияқты. Негізінен бір айтатын нәрсе бұл кітаптегі құр оқу дегенімізбен мұны қолға алып оқудың өзінде үлкен өнер жатыр. Оны түсіну қайда? Ол да үлкен мәдениет. Түсінудің мәдениеті бар. Ол үшін оны оқитын адамның интеллектісі жақсы жетілген болу керек. Соңында, мысалы үшін мен бір ғана нәрсе айтайын, көбінесе мынау Мұхтар Әуезовтің Абай романы енді дүниеге әйгілі. Осында көп кереғар пікірлер болатынды. Мен өз пікірімді кезінде айтқан болатын, осында былай деп шығатынды. Абай жағымды кейіпкерді
Құнанбай жағымсыз кейіпкер деп тіпті бұрынғы уақытта осыған шығармалар жазып осылай баяндалады. Ал шынында қарасаңыз ол осылай ма? Олай емес. Ол түсінбегендіктен шығып отыр. Оқушының интеллекті саясатқа байланысты жетпей отыр. Мәселе мынада болып отыр. Сол кітапты оқып шыққан адам Құнанбай ешқашан жек көріп шықпайды. Оның даналығына біліп шығады. Міне қап қайда жатыр. Сондықтан кітапты оқу бір нәрсе, түсіну екінші нәрсе деп ойлаймын. Осы естеріңізде болсын. Жақсы, бәрекелді. Енді шынымен де ағамыз жақсы мәселені көтерді. Кітапханаларда енді конференциялар өткізу, оқырмандармен кездесу деген ол бұрыннан қалыптасқан дәстүр ғой. Енді жаңа форматта сіздер не істеп жатырсыздар? Мына жаңа жастардың талабына сай қандай жаңа әдістемелер қолданып жатырсыздар? Осылармен бөлісіңіздерші. Ойларыңызды айтсаңыздар. Біздер жақында ғана осы ұлттық кітап күнінің 10 күндік аясында үлкен іс-шаралар болып өтті. Соның ішінде жаңағы көрме, дөңгелек үстел, кездесулер барлығы өтті. Бір ерекше болғаны жаңағы интеллектуалды ойын өткіздік. Интерактивті жаңағы QR код арқылы. Сол жерде әртүрлі бөлімнен тұрды. Авторды тап, кейіпкерді тап, кітап мұқабасынан кітаптың атауын көрсет деген сияқты. Балалар өте белсенді жауап берді. Соның ішінен іріктеп алып, жаңағы финалға жеткен оқырмандарымызды мақал мәтел айтудан жарыстырдық. Көп оқырмандар ойлайды, осы кітапханаға балалар келе ме, қазіргі балалар жалпы кітап оқи ма деген көкейлерінде сұрақ бар. Кітапханаға көп оқырмандар келеді. Біздің оқырман балаларымыз көп. Қайта балалар бұрынғы балаларға қарағанда. Қанша оқырман келеді сіздерге күнде? Күнде бізге демалыс күндері 70 оқырманға дейін толады. Таңнан кешке дейін. Оның көбісі ата-анасымен келетіндер. Жалпы баланы ата-ана жетектеп алып келу керек. Кітап патшалығымен таныстыру керек. Жаңағы кітапты мәжбүрлеп оқу дұрыс емес. Жалпы кітап оқымайтын бала жоқ. Кітапты оқыта алмайтын біз ересектер бармыз. Мен өзім маман ретінде де, көп балалы ана ретінде де осы балаларменен жаңағы тәсілдерім бар. Жаңағы кітап оқып жатып, актерлық шеберлікті эмоциямен, интонациямен жеткізу арқылы баланы кітапқа баурып аламыз. Соның ішінде содан кейін әрбір үйде өзі бір кітап бұрышы болу керек, үй кітапханасы. Бұрынғы біздің аталарымыздың үйінде кітап бұрыштары болатын. Қазір көп үйлерде үй кітапханасы жоқтың қасы. Сондықтан да мен ата-аналарға айтатын едім, үйден кітапхана, балаға кітапхана бұрышын ашыңыз, жаңағы өзінің жақсы көретін кітабын таңдап алу үшін оны ертіп әкеліп мүмкіндік беріңіз. Жалпы ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Ата-ана телефон ұстап жатып, балаға кітап оқы дегенде өте дұрыс емес қағида. Сондықтан да өзі газет оқып, баяғы біздің жаңағы әкелеріміз сияқты газет оқып, балаларына кітап оқы деп бірге талқыласа, осының мақсатында жаңағы отбасымен оқимыз. Әке мен бала жобасы біздің кітапханадан ашылған жобамыз. Ол 2 айда бір рет, 1 айда бір рет өткізіліп жататын жобаларымыз. Бұл жерде жалпы тек қана кітапты ғана біз талқыламаймыз. Ол жерде түрлі тақырыптарды көтереміз. Телефон және кітап, қазақша контент және кітап, спорт деген сияқты. Бірақ біздің осыған балалар кітап оқымайды деген түсініктен алыстау керек. Балалар кітап оқиды. Оны кітап оқуға ата-ана жетектеу керек деп ойлаймын. Жақсы. Өңірлерде сондай қандай жаңаша әдістерді сіздер қолданып жатырсыздар? Осы оқырманмен кітапқа жастарды тарту уақытында. Жалпы кітапқа тарту мақсатында әртүрлі жобалар арқылы оқырмандарды кітапқа тартамыз. Кешкі оқу бар, бізде ол жастармен өтеді. Кешкі оқу деген ол әртүрлі тақырыпта өздерінің өзекті тақырыптарын бізге ұсынады. Сол бойынша біз дайындап кешті өткіземіз. Енді ол жерде кең аудитория, әркім өзінің қандай кітап оқығанын ортаға салады жастар. Сол бойынша пікір алмасу бойынша кітапқа деген көзқарастарын өзгертеді. Кейбір оқырмандар әртүрлі кітап оқымайды, бір бағытта оқиды ғой кейбір кітаптарды. Соны бір-бірімен алмасып, сол арқылы жастар өздерінің ой өрістерін кеңітеді деп ойлаймыз. Сол мақсатта болып жатқан. Сонымен қатар біз біргеміз жобамыз бар. Ол енді мүмкіншіліктері шектеулі оқырмандарға арналған. Ол жерде біз банағы брайль әріптерімен көшірілген кітаптарды оқырмандарға оқытып, көзі көрмейтін, нашар көретін оқырмандарға оқытып, соның мазмұнын айтып, ол жерде сол кітапты талқылаймыз. Сосын олардың жалпы кітапқа оқуға деген бетбұрысы керемет жақсы екенін көре отырып, олар өздерінің
ойларын ортаға салған кезде өмірге деген құштарлығын көреміз. Сол кезде ойлаймыз, неге біз өзіміз көзіміз көре тұрып, сол кітапты неге өзіміз оқымасқа деп. Сондай ойлар туындайды біздерде. Сонымен қатар ата-аналармен бірге оқиық, бағана балдарды басты кітапқа тарту мақсатында шаралар өтіп жатады. Енді басты мақсат балаларды жас күнінен бастап кітапқа тәрбиелеу, сол кітап мәдениеті арқылы өмірді әдемі сүруге тәрбиелеу. Жақсы. Енді тағы да бір өзекті мәселе, бұл мына әлеуметтік желілердің қазір дамып жатқандығы, иә? Енді кітаптардың таныстырылымын біз мұндай бұрынғы дәстүрлі кездесулер, және өздеріңіз атап өткен шаралардың барлығын ұқтым мен қандай мәселелер екен. Енді мысалы осы әлеуметтік желілер арқылы да жаңадан шығып жатқан кітаптарды таныстыру, белгілі мықты оқырмандарды жинап жатқан ақын жазушыларды таныстыру деген сияқты дүниелермен айналысып жүрсіздер ме? Бұл да енді халыққа керек нәрсе ғой. Қазір енді телеарнадан шығу, газеттен шығу деген нәрсе ол бір бөлек, бірақ әлеуметтік желі арқылы тез танылу деген мәселе бар. Міне бұл арада да жұмыстар жүру керек сияқты. Сіздер де бұл уақытта не істеп жатыр? Әрине, міндетті түрде жаңадан шыққан шығармалармен таныстырамыз. Ол әлеуметтік желі арқылы болатын болса, жаңа форматта, интеллектуалдық, ойын түрінде, басқа да сұрақ жауап түрінде, жасанды интеллект дейміз ғой, қазіргі сол программаларды пайдалана отырып, ол жаңағыдай бұрынғыдай әдіс, дұрыс айтасыз, өтпейді. Қазір жастардың талағаны басқаша ойы озық, алға қарай. Сондықтан түрлі форматта виртуалды кітап көрмесі деген бар, басқа да форматта жалғастырамыз. Жаңағы мен жалғастырғым келеді, мен түрлі форматтағы кітап оқуға насихаттау формалары. Біздің Ақтөбе облысында кітапханаларда ымырттағы кітапхана жобасы бар. Ымырттағы кітапхана деп алдық, кешкі кезде барлығының қолы бос, кішкене жұмыстан келеді, сабақтан келеді. Сол кезде кітапханада жиналып, өзінің оқыған кітаптарын талқылаймыз. Бұл аптада бір кітапты талқыласақ, келесіде нені ұсынамыз, кім қандай тақырыпты ұсынады, сол сияқты жаңағы не ғой, бас қосу, еркін бас қосу. Бұны және онлайн кездесулерді өткізуге болады. Бұнымен онлайн кездесулер. Үйінде отырып, тыңдасамызға керемет тамаша ғой. Астана, Алматы қаласындағы ақын жазушылармен де кездесулер өткізіп жатамыз. Сондай ымырттағы жоба, кітапхана жобасы өте тартымды, өте ыңғайлы, бізге сондай бір жобаны кәдімгі. Сонымен қатар бізде ымырттағы кітапхана, сосын Үркер шығармашылық ортасы бар. Үркер шығармашылық ортасын біздің жас кітапханашылар құрды, осы 1-2 ай көлемінде. Өздері әр сенбіде жұмыстан тыс уақытта келіп, осы жерде кім қандай ақын, жергілікті ақын жазушылармен кездескісі келеді, қандай шығармашылықта бас қосқысы келеді. Мысалы, жақында өткен болмаған балалық шақ кітабын оқыдық, сол шыққан кино екеуін ұштастырып, әдемі керемет талқылау болды. Сонымен қатар менің атым Қожа кітабын оқи отырып, бұрынғы қазіргі киноны екеуін салыстыра отырып, ойын түрінде балаларды мәжбүрлеп біз кітап оқуға қоса алмаймыз. Сондықтан қызықтыру шарасын осындай бағытта жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Жақсы. Жаңағы ымырттағы Үркер шығармашылық орталығында түрлі ақын жазушылардың кеші болады. Ақын ақтөбелік аудармашы Есенбай Дүйсенбайұлының биыл 85 жылдығы, Қуандық Шаңғытбаевтың 100 жылдығы. Міне осыған орай біздің жастар бас қосып, жергілікті Гүлмай Әбішқызын, басқа да ақын жазушылар шақырып, әдеби кештер, әдеби музыкалық кештерді көп ұйымдастырамыз. Жақсы. Енді Гүлмайра ханым, келесі сұрақты өзіңізге, жалпы осы енді қазір енді заман өзгеріп жатыр деп айтып отырмыз ғой, жаңа технологиялардың заманында сіз өзіңіз жазушы ретінде енді бүкіл ақпарат құралдарын қарап отырасыз, басқа ақын жазушылармен араласасыз деген сияқты, әлемде қазір жақсы өркениетті елдерде ол қолға алынған түрлі әдістер бар. Біз тағы да қандай мәселелерге назар аударуымыз керек осы балаларды кітапқа тарту бағытында? Негізі жаңа айтып отырмыз ғой, кітап қазір заман кітап оқымайды, бала кітап оқымайды дегенде айтатын өздері кітапханаға бармайтын адамдар. Кітапханада мен енді көрермен көзімен, оқырман көзімен айтсам, жаңа кітап, бұл қазір кітапханаларды біздегі Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада 3 қабатты ғимараттың ішінде коворкинг орталығы бар. Енді қазір бала еркелеу балалар. Емін-еркін отырады. Біздің замандағы біз барамызда кітапты береміз, үлкен ағайлар қолымызға кітапты ұстатады, үйге барып оқып, келіп түсінігімізді айтып тапсырамыз. Қазіргі балаларға біздің ол әдісіміз өтпейді. Қазіргі балаларға жамбасына жұмсақ көпшік керек, ыңғайлы. Шайын ішіп отырып деген сияқты, кофесін ішіп отыру керек. Кофесі керек, жеңдесі шоколады керек, сондай жағдайдың бәрі жасалған. Ағылшын үйірмесі бар, қазақ тілінің үйірмесі бар. Сол кітапхананың ішінде, түрлі, жаңағы
физика. Иә, солай тарту керек қой жастарды. инженерия, робототехника бізде робототехниканың дамытып құрал отырмыз. жабдықтары. Сондай кабинеттерді көргенде мен өзім таң қалдым. Балаға барлық жағдай жасалып отыр. Тек қана бір-ақ рет әкеліп баланы көрсету керек. Иә. Тек қана таныстыра білуіміз керек қой. Шақыра білуіміз керек, иә. Сіз сол ағылшын тілінің қалай айтады, алып жүрген Мамандар. сол тілдің азаматы, ағылшын азаматымен жүзде салады балалар. Еркін сұхбаттасуға болады, иә? Біздің қалада өмір сүріп, тұрғын ретінде өмір сүріп жатқан барлық сол тілдің толық меңгерген мамандары, сол болмаса сол тілдің өкілі сонымен тікелей кездесу өткізуге болады. Кездесулер болады. Басқа тілдерде де солай. Сосын жаңағы жастардың қазір деген жастарға тек қана идея беру керек, мүмкіндік беру керек, қолпаштау керек. Олар бәрін де жасайды. Жастар күні түні кітапханада, кешкі кітапханада, жаңа мыртар кітапханада, балалар ертегі айналдырады кітапхананың ішін. Түрлі-түрлі сарғайған жапырақтар, алдыңызда шырақ жанып тұрады, кітабыңыз, басыңызда қалпағыңыз, сол қандай сізге образ керек, соны жасайды балалар. Соны ойнайды. Әрине. Жақсы. Енді қазір біз жалпы осы Астана тұрғындарынан жалпы осы кітап мәселесіне байланысты, кітап оқуға байланысты бір блиц сауалнама алған едік. Қазір соны бір тыңдап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды өрбітетін боламыз. Сіз кітап оқисыз ба? Жоқ, оқымаймын. Не себепті оқымайсыз? Бір жағынан интерес жоқ, бір жағынан сабақ, жұмыс, сол жағынан. Жалпы өміріңізде кітап оқыдыңыз ба? Басынан аяғына дейін? Жоқ. Қандай кітаптарды жақсы көресіз, қандай жанрлар? Маған көбінесе жанрлар ма? Жанрлардан драма ұнайды. Драма, приключение, фантастика. Көптеген жанрлар. Мысалы, қазақ әдебиетін оқимын. Содан кейін мысалы Шекспирдің кітаптары. Бірақ қазір оқымаймын негізі. Бұрында көп оқығам. Не себепті тоқтаттыңыз? Не себепті енді телефонға байланысты шығар. Неше түрлі стресс болуы мүмкін, сырттан жұмыстан келгенде көңіл күй, соның бәрін әсер етпеу үшін өз-өзімді тәрбиелеу үшін оқимын кітапты. Сіздің сүйікті кітабыңыз қандай? Дейл Карнеги, «Как завоевывать сердца людей». Оның сізге белгілі бір көмегі әсер тиді ме өміріңізде, ол кітапты оқығаннан кейін? Иә. Қай жағынан? Адаммен қарым-қатынас сөйлесу. Фантастика. Не себепті? Себебі ол өте қызықты, сөздері әртүрлі болады. Сүйікті кітабыңыз қандай сіздің? Тоже сөйлеу град Фаренгейті. Көбінесе өзіңізді дамытуға арналған сондай. Мотивациялық, иә? Өміріңізге бір әсерін тигізді ме сондай кітаптар сізге? Мысалы, кейде көңіл күйім болмаған кезде өмірге құштарлығымды арттырады. Міне Астана тұрғындарының осы кітапқа байланысты, кітап оқуға байланысты пікірі осындай. Енді қоғам болғаннан кейін, адамдар болғаннан кейін пікірі әртүрлі. Енді талдауымызды, тақырыбымызды одан жалғастырайық. Мен осы мәселеге байланысты тағы да бір түйткілге назар аударғым келіп тұр. Бұл өркениетті елдерде мысалға 24 сағат бойы жұмыс істейтін кітапханалар бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бізге сондай кітапхана керек пе? Сізден бастайық, Астанада өкілісіз ғой, енді Астанада ондай мүмкіндік жасауға болады ғой мысалға. Керек деп ойлаймын. Бұндай кітапхана Түркия елінде бар. Жалпы өзге елдерде бар. Көп өркениетті елдерде бар. Қазақстанда бұндай кітапхана керек деп ойлаймын. Өйткені қазір біздің мүмкіндігіміз бәрі бар емес пе? Қазір қарбалас уақыт, ата-анада да, балада да талап өте күшті. Бала сабақтан шаршап келеді, ата-ана жұмыстан шаршап келеді. Осыған орай мен кішкене аздап демалып, кешкісін мүмкін таңға дейін бір кітапханаға барып, өздерінің жаңағы керек ақпараттармен, керек кітаптарын оқыса деген ниетпен айтып отырмын. Жалпы балалар жаңа айтып жатыр ғой, әртүрлі жанр ұнайды деп. Бізде көбінесе сұранысқа ие осы қазіргі заманауи жазушылардың ішінде Рүстем Сауытбайдың «Шоқы әлем», қазір Зира Наурызбаеваның қазақтың салт дәстүр әдет ғұрыптарын жаңағы фантастикалық шығармадағы ертегілермен ұштастыра жазған бұрынғы Гарри Поттердің қазақша баламасы ғой енді. Соның ішінде қазақтың салт дәстүрімен ұштастырып жазған. Одан кейін өзіміздің Зәуре Төрехан, Есболат Айда болсын, үлкен буындардан
Баянғали Әлімжановтың кітаптарын, Толымбек Абдырайым ағаның кітаптарын жақсы оқимыз, Асхат Өмірбаевтың кітаптарын, ертегілерін, заманауи ертегілерін талқылаймыз. Сондықтан да мен ойлаймын, мына кейінгі заманауи жазушыларға үлкен қолдау білдіріп, осы балаларға көптеп комикс жанрында, фантастикалық жанрында жаңағы кітапқа баулу мақсатында әдемі дүниелер жазса екен деп. Жақсы. Енді сіздерден де қысқа сұрағым келіп тұр. Жалпы мына аудио кітап дегенде мәселе бар ғой, иә? Осы бағытында өңірлерде қалай? Сіздерде осы аудио кітап жағын шығару мәселесі қолға алынған ба? Аудио кітабы енді Атырауда шығаруға әлі қолға алына қойған жоқ. Енді ғана жазушылар одағы қозғап жатыр. Жалпы электрон нұсқалары бәрін енді пайдаланып жатыр ғой. Енді аудио кітап негізі керек, себебі аудио кітапты мысалы үй жанында балалармен отыратын, демалыста отыратын әйелдер болады ғой. Сол әйелдерге көмек, жалпы көлікте болады. Жалпы ол өзі бағана тағы да айтайын, көз көрмейтін, нашар көретін оқырмандарымыз да өте тиімді деп ойлаймыз. Аудиокітап өз деңгейінде өзінің рөлін ойнайды ғой. Сондықтан да аудиокітапта қазіргі заманауи талабына қарай керек. Ол жұмыстар қолға алынады деп ойлаймын. Және сізге айтқым келетіні, бана 24/7 кітапхана туралы айтып жатыр ғой. Оған бізді Қазақстан кітапханалары әлі өз деңгейінде дайын емес деп айта аламын. Толықтай себебі заманауи біздің мысалы облыс деңгейінде оның барлығы жан-жақты әуелі есептеліп, жан-жақты қаралып, содан кейін барып ашылса ғана ол заманауи 24/7 кітапхана болады. Жақсы. Енді бұл арада әрине мүмкін өңірлерде жағдай қиындау болуы мүмкін, бірақ мысалға Астана, Алматы, Шымкент сияқты біздің ірі мегаполистеріміз бар ғой. Ірі мегаполистер бар. Олар арада мысалға осындай кітапханаларды ашуға болатындығы белгілі. Енді біз бұны аспаннан алып тұрған жоқпыз ғой. Әлемдік өркениетті елдерде қалыптасқан дәстүр. Сондықтан да ондай озық дәстүрлерден біз неге шет қалуымыз керек? Сондықтан да болашақта бұл мәселені де ойлануымыз керек деген ойдамыз. Онда қадірменді спикерлер, бүгінгі хабарымызға қатысып, осы мәселеге байланысты өз ой пікірлеріңізбен, ұсыныстарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Бүгінгі кітап күніменен ұлттық сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.